Қайырлы күн. Бүгін сіздермен тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. 24-ші қатардың соңына келдік. Екі үлпілдек шалу тоқып алдық. Ары қарай бастапқы 3-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығып келесі жіптен өткіземіз. 25-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде бір бос жіп қосылған шалудың есебінде жүреді. Одан соң 5 үлпілдектен тұратын арка тоқимыз. 2, 3, 4, 5. 2 жыбыраймыз. Столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Тағы да 2 жыбырып, келесі столбиктің төбесіне де 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 2 жыбыраймыз. Келесі столбиктің төбесіне столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 2 жыбыраймыз. Келесі столбикқа столбик тоқимыз. 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик. 5 үлпілдек шалу. 2 жыбырып, келесі столбиктің төбесіне тағы да 2 бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. Ары қарай келесі төмендегі 2 үлпілдектен тұратын арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Бір столбик, бір бос жіп қосылған. Тағы да 5 үлпілдек шалу. Келесі төмендегі бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті қалдырамыз. Ары қарай 2 жыбырып, келесі екінші столбиктің ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктер тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 25-ші қатардың соңына келдік. 5 үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бастапқы 3-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 26-ші қатарды бастаймыз. Ары қарай алдымен 5 үлпілдек шалуға ілгері жылжып аламыз. Үш, 4, 5-ші. Ары қарай бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Келесі столбиктің төбесіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне 5 үлпілдектен тұратын алдымен бірінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 2 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 3 үлпілдек шалу.
келесі столбиктің төбесіне жай шалу тоқимыз. Тағы да үш үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне бірінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик, екі үлпілдек шалу. Тағы осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Үш үлпілдек келесі столбикқа жай шалу. Үш үлпілдек. Тап осылай өзгеріссіз тоқи береміз. Үш үлпілдек келесі столбикқа жай шалу. Келесі столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу, екі үлпілдек, тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, келесі столбиктің ішіне жай шалу. Үш үлпілдек. Екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Келесі столбиктің төбесіне жай шалу тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалудан тұратын бірінші столбик, екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Келесі столбиктің ішіне жай шалу тоқимыз. Ары қарай тағы да үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Одан кейін төмендегі бес үлпілдек шалудан тұратын екі арканы қалдырамыз. Столбиктің төбесіне жай шалу тоқимыз. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Осындай узорды біздер барлығы 6 арканың ішіне тоқып шығамыз. Бірінші, екінші, үшінші арка, төртінші, бесінші, алтыншы арканың ішіне қайталап тоқимыз. 26-шы қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бастапқы жай шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз, келесі жіптен өткіземіз. 27-ші қатарды бастаймыз. Алдымен екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне ілгері жылжып аламыз. Бір, екі, үш. Столбиктің ішіне жылжимыз. Және екі ортадағы арканың ішіне жылжимыз. Ары қарай үш үлпілдек шалуға көтерілеміз. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос шып қосылған шалуды тоқимыз. Екі үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Екінші бір бос шып қосылған столбик тоқимыз. Барлығы арканың ішіне 4 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктер тоқып аламыз. Ортасына екі үлпілдек шалудан тоқимыз. Ары қарай үш үлпілдек шалу. 1, 2, 3. Келесі
екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне де алдымен екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Екі үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне қалған екі столбикті тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, келесі екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне де тап солай тоқимыз. Бір бос шып қосылған шалудан тұратын алдымен екі столбикті оқып аламыз. Екі үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне қалған екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, тап осылай барлық екі столбиктің ортасындағы алты арканың ішіне тоқып шығамыз. Екінші столбик, екі үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне қалған екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, негізі төрт арканың ішіне тоқыдық, ары қарай екі арка қалды. Столбиктің ортасындағы аркалардың ішіне тоқимыз. Бірінші столбик, арканың ішіне екінші столбик, екі үлпілдек шалу, тап осы арканың ішіне үшінші столбик, бір бос шып қосылған және төртінші столбикті тоқимыз. Үш үлпілдек шалу, бір жіп ораймыз екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне, тағы да столбикті тоқимыз. Екі бір бос шып қосылған шалу, екі үлпілдек шалу және тап осы арканың ішіне қалған екі бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктерді тоқимыз. Ары қарай үш үлпілдек шалу, келесі екі столбиктің ортасындағы арканың ішіне тап осылай қайталап қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Екі үлпілдек, тап осы арканың ішіне үшінші және төртінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктерді тоқимыз. Қатардың соңына дейін тоқимыз. 27-ші қатардың соңына келдік. Үш үлпілдек шалу тоқып аламыз. Ары қарай бастапқы үшінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптің ішіне өткіземіз. Қатарды аяқтаймыз. 28-ші қатарды бастаймыз. Алдымен столбиктардың ортасындағы екі үлпілдек шалудың ішіне алға жылжып аламыз. Келесі столбикқа жылжимыз. Одан кейін арканың ішіне тағы бір жіпке жылжып аламыз. Төрт үлпілдек шалуға көтерілеміз. Ары қарай ырғаққа үш жіп ораймыз. Келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне үш бос шып қосылған шалудан тұратын бір столбик тоқимыз. Бес үлпілдек шалу, тап осы төмендегі арканың ішіне екі бос шып қосылған шалудан тұратын төрт столбик тоқимыз. Бірінші столбик, екі жіп ораймыз. Екінші столбик, екі жіп ораймыз. Үшінші столбик, екі жіп орап, төртінші столбикті тоқимыз. Ары қарай тағы да екі жіп ораймыз. Ортадағы екі үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. Келесі үш үлпілдектен тұратын арканың ішіне тағы да екі бос шып қосылған шалудан тұратын төрт столбик тоқимыз. Бірінші столбик, екі жіп орап. Екінші столбик, екі жіп ораймыз. Үшінші столбик, екі жіп ораймыз. Төртінші столбик. Бес үлпілдек шалу. Ырғаққа үш жіп ораймыз. Тап осы арканың ішіне үш бос шып қосылған шалудан тұратын
бір столбикті оқимыз. 2 жіп ораймыз ырғаққа. Келесі 2 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Тағы да 2 жіп орап, келесі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Тағы да ырғаққа 2 жіп ораймыз. Келесі 2 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Ары қарай ырғаққа 3 жіп ораймыз. Келесі 3 үлпілдектен тұратын арканың ішіне 3 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын 4 столбикті оқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик, 2 жіп ораймыз. Үшінші столбикті оқимыз. 2 жіп ораймыз. Төртінші столбикті оқимыз. Ары қарай ортадағы 2 үлпілдектен тұратын арканы қалдырамыз. Келесі арканың ішіне тағы да 4 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбиктарды тоқимыз. 2 жіп ораймыз. Екінші столбик, 2 жіп ораймыз. Үшінші столбик, 2 жіп ораймыз. Төртінші столбик. 5 үлпілдек шалу. Тап осы арканың ішіне 3 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Тап осы қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 28-ші қатардың соңына келдік. Қатарды бекітеміз. Бастапқы 3-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 29-ші қатарды бастаймыз. Алдымен келесі столбиктің ішіне ілгері жылжып аламыз. Бір үлпілдек шалуға көтерілеміз. Одан кейін 7 үлпілдек шалудан тұратын аркты оқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ары қарай 2 жіп ораймыз. Келесі төмендегі 4 столбиктің әрқайсысына бір-бірден 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик, екінші жіп ораймыз. Екінші столбикқа столбикті оқимыз. 2 жіп ораймыз. Үшінші столбикқа да столбикті оқимыз. Жіп қалдырып отырамыз. 2 жіп ораймыз. Төртінші столбикқа столбикті оқимыз. Ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Тағы да 7 үлпілдек шалу. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі төмендегі тағы да 4 столбиктің ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Екінші столбик, 2 жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. Екі жіп ораймыз. Төртінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. 7 үлпілдек шалу. 4, 5, 6, 7. Ары қарай келесі төмендегі 5 столбиктің әрқайсысына бір-бірден 5 жай шалу тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, 3, 4,
5 жеті үлпілдек шалу, 4 5 6 7. Ары қарай келесі 4 столбиктің ішіне бір-бірден 2 бос шып қосылған шалудан тұратын тағы да кластер тоқимыз. 2 жіп ораймыз, екінші кластер, 2 жіп ораймыз, үшінші столбиктің ішіне де столбик тоқимыз. 2 жіп ораймыз, төртінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Ырғақта 5 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Жеті үлпілдек шалу, келесі төмендегі 4 столбиктің ішіне тап солай тоқып шығамыз. Ары қарай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 29-ші қатардың соңына келдік. Бастапқы үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Оны келесі жіптен өткіземіз. 30-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтерілеміз, содан соң 5 үлпілдек шалудан тұратын арка тоқып аламыз. 1 2 3 4 5. Одан соң кластердің төбесіне 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқимыз. Бірінші столбик, екінші столбик, бір жіп ораймыз, үшінші столбик. Бес үлпілдек шалу, 1 2 3 4 5. Ортадағы арканың ішіне жай шалу тоқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу, 1 2 3 4 5. Ары қарай келесі кластердің төбесіне қайталап 3 бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқимыз. Бір жіп ораймыз, кластердің төбесіне екінші столбикті тоқимыз. Бір жіп орап, кластердің төбесіне үшінші столбикті тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу, 1 2 3 4 5. Төмендегі жай шалудың ішіне 5 жай шалу тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, үшінші, төртінші және бесінші жай шалу. 5 үлпілдек шалу, 1 2 3 4 5. Ары қарай кластердің төбесіне тағы да бір бос шып қосылған шалудан тұратын 3 столбик тоқып аламыз. Бірінші столбик, екінші столбик, үшінші столбик. Тағы да 5 үлпілдек шалу, 4 5. Арканың ішіне жай шалу тоқимыз. Тап осылай 30-ші қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 30-ші қатардың соңына келдік. Бастапқы үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Оны келесі жіптен өткіземіз. 31-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз, содан соң 4 үлпілдек шалудан тұратын арка тоқимыз. Ары қарай төмендегі 3 столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқимыз. 1 2 3 столбик. 3 үлпілдек шалу, 1 2 3. Келесі төмендегі арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу, 1 2 3 4 5. Одан соң келесі арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз тағы да. Ары қарай
үш үлпілдек шалу 1 2 3 төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктарды оқимыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз. Екінші столбик, бір жіп ораймыз. Үшінші столбик. Ары қарай төрт үлпілдек шалу 1 2 3 4. Одан соң төмендегі 5 жай шалудың ішіне тағы да 5 жай шалу тоқып шығамыз. Бірінші жай шалу, екінші жай шалу, үшінші, төртінші жай шалу, бесінші жай шалу, төрт үлпілдек шалу. Ары қарай келесі үш столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалудан тоқып шығамыз. Екінші столбик, бір жіп ораймыз. Үшінші столбик. Тағы да үш үлпілдек шалу. Бірінші арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай тағы да 5 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Үш үлпілдек шалу. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 31-ші қатардың соңына келдік. Бастапқы бірінші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 32-ші қатарды бастаймыз. Алдымен төрт үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. 1 2 3 4. Одан соң келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқып шығамыз. Бірінші столбик, бір бос шып қосылған екінші столбик, үшінші столбиктің ішіне де бір бос шып қосылған столбик тоқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. 1 2 3 4 5. Келесі арканың ішіне үш үлпілдіктен тұратын столбик тоқимыз. 3 4 5 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне де бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. 2 3 4 5. Бір бос шып ораймыз. Келесі арканың ішіне тағы да бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбик тоқимыз. 5 үлпілдек шалу. 3 4 5. Келесі үш столбиктің әрқайсысына бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқып аламыз. Бірінші столбик бір бос шып қосылған. Келесі екінші столбикқа екінші бір бос шып қосылған столбик тоқимыз. Үшінші столбиктің ішіне үшінші бір бос шып қосылған столбикті тоқимыз. Ары қарай екі жіп ораймыз. Ырғаққа төмендегі 5 жай шалудың әрқайсысына бір-бірден екі бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқимыз. Бірінші столбик екі бос шып қосылған. Араларына бір үлпілдек шалу тоқып аламыз. Тағы да екі жіп орап келесі столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Бір үлпілдек шалу, екі жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Екі бос шып қосылған шалудан тұратын бір үлпілдек шалу, екі жіп ораймыз. Төртінші столбиктің ішіне екі бос шып қосылған шалудан тұратын төртінші столбикті тоқимыз. Бір үлпілдек шалу, екі жіп ораймыз. Келесі бесінші столбиктің ішіне бесінші екі бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. Ары қарай ырғаққа бір жіп ораймыз. Келесі төмендегі үш столбиктің әрқайсысына бір-бірден бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбиктар тоқып аламыз. Бірінші столбик, бір жіп ораймыз. Келесі столбикқа екінші столбик, бір жіп ораймыз. Келесі үшінші столбиктің ішіне үшінші бір бос шып қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз.
тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 32-ші қатардың соңына келдік. Қатарды бекітеміз. Бастапқы 4-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 33-ші қатарды бастаймыз. Алдымен бір үлпілдек шалуға ілгері жылжып аламыз. Одан кейін 4 үлпілдек шалуға көтерілеміз. 1, 2, 3, 4. Бұл бізде кластердің бірінші столбигі. Ары қарай 2 жіп ораймыз. Келесі екінші столбиктің ішіне кластердің екінші столбигін тоқимыз. 2 жіп ораймыз. Үшінші столбиктің ішіне кластердің үшінші столбигін тоқимыз. Ырғақта 3 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. 5 үлпілдек шалу. Екі жіп ораймыз. Келесі столбиктің төмендегі бізде 3 столбик. Бірінші столбиктің ішіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Ары қарай 5 үлпілдек шалу. Екі жіп ораймыз ырғаққа. Келесі ортадағы екінші столбиктің ішіне алдымен 2 бос жіп қосылған бірінші столбикті тоқып аламыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Тап осы столбиктің ішіне екінші 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті тоқимыз. 5 үлпілдек. 2, 3, 4, 5. Үшінші столбиктің ішіне төмендегі 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі төмендегі 3 столбиктің әрқайсысына 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын кластер тоқимыз. Бірінші столбик кластердің 2 жіп қалдырамыз. 2 жіп ораймыз екінші столбикқа. Тағы да тоқимыз. 2 жіп ораймыз үшінші столбикқа. Кластердің үшінші столбигін тоқимыз. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай 2 жіп ораймыз. Келесі төменде тұрған 3 столбиктің ішіне кластер тоқимыз тағы да. 2 бос жіп қосылған бірінші столбик. 2 жіп ораймыз екінші столбиктің ішіне. Тағы да столбик тоқимыз. 2 жіп ораймыз үшінші столбиктің ішіне столбик тоқимыз. Ырғақта 4 жіп, барлығын бір жіптен өткіземіз. Ары қарай қатардың соңына дейін тап осылай қайталап тоқи береміз. 33-ші қатардың соңына келдік. Қатарды бекітеміз. Бастапқы кластердің ішіне ырғақты кіргіземіз. Төбесіне жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. 34-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 4 үлпілдек шалуға көтерілеміз. Бұл бізде 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бірінші столбиктің есебінде жүреді. 5 үлпілдек шалу. Арка 3, 4, 5. Ырғаққа 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. 5 үлпілдек шалу. 1, 2, 3, 4, 5. Ырғаққа 2 жіп ораймыз. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 5 үлпілдек. 2 жіп ораймыз. Келесі столбикқа 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 5 үлпілдек. 1, 2, 3,
4 5. Ырғаққа 2 жіп ұраймыз. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. Бес үлпілдек шалу 1 2 3 4 5. Ырғаққа 2 жіп ұраймыз. 2 кластердің ортасына 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын бір столбикті оқимыз. Тағы да 5 үлпілдек шалу. Келесі столбиктің төбесіне 2 бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 1 2 3. Тап осылай қатардың соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. 34-ші қатардың соңына келдік. Бастапқы 4-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, қатарды бекітеміз. 35-ші қатарды бастаймыз. Алдымен 3 үлпілдек шалуға көтеріліп аламыз. Бұл бізде бір бос жіп қосылған шалудың есебінде жүреді. Одан соң 4 үлпілдек шалудан тұратын пикот оқимыз. 4-ші үлпілдек шалудың ішіне ырғақты кіргізіп, жіп алып шығамыз. Келесі жіптен өткіземіз. Ырғаққа 1 жіп ұраймыз. Төмендегі тап осы столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалуды оқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек шалу. Келесі столбиктің төбесіне жай шалу тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. 2 3. Келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. Одан соң 4 үлпілдек шалудан тұратын пикот оқимыз. Ары қарай 1 жіп ұраймыз. Тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. 1 2 3. Келесі столбиктің төбесіне жай шалу тоқимыз. Тағы да 3 үлпілдек шалу. Келесі арканың ішіне тағы да бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 4 үлпілдек шалудан тұратын пикот оқып аламыз. 2 3 4. 4-ші үлпілдек шалуға келіп бекітеміз. Содан соң тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалудан тұратын столбикті оқимыз. 3 үлпілдек шалу. 1 2 3. Төмендегі столбиктің ішіне жай шалу тоқимыз. Тағы да 3 үлпілдек шалу. 1 2 3. Келесі арканың ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз. 4 үлпілдек шалудан тұратын пикот оқып аламыз. Ары қарай тап осы арканың ішіне екінші бір бос жіп қосылған шалуды тоқимыз. 3 үлпілдек шалу. 1 2 3. Төмендегі столбиктің ішіне жай шалу тоқимыз. Ары қарай тағы да 3 үлпілдек шалу. 1 2 3. Ары қарай төмендегі арканы қалдырамыз. Келесі столбиктің ішіне бір бос жіп қосылған шалу тоқимыз.
4 үлпілдек шалудан тұратын пико тоқып аламыз тағы да. Одан соң тап осы столбиктің ішіне бір бос шып қосылған шалу тоқимыз. Ары қарай 3 үлпілдек шалу. Келесі арканы қалдырамыз, столбиктің ішіне жай шалу тоқимыз. Тағы да 3 үлпілдек шалу. Тап осылай қатарды соңына дейін айналдырып тоқып шығамыз. Міне салфетканы толықтай тоқып бітірдік. Бұл салфетканың блокировкадан кейінгі түрі, размері өте үлкен, диаметрі 57 см. Салфетка ұнаған болса, менімен бірге тоқып көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік тілеймін.